Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ең оңай жолмен жасалатын слоеный тестінің құрамымен бөлісетін боламын. Бізге алдымен керегі бөлме температурасындағы 150 грамм сливочный масло, 100 грамм қаймақ, 1 жұмыртқа және 200 грамм ұн керек. Барлығын араластырып, жақсылап, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жақсылап біркелкі қылып осылай араластырып, мешокқа салып, морозильникке 10-15 минутқа салып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Осылай бөлшектерге бөліп, средний қалыңдықта жаятын боламыз, қатты жұқа етпейміз. Менде 8-5% қой сгущенка салдым арасына. Сгущенкамызды салып, әдемі рогаликтер дайындайтын боламыз. Сгущенканың орнына қалауларыңыз бойынша шоколад салсаңыздар да болады. Яғни бұл қамырымыз көріп тұрғаныңыздай универсал қамыр, ішінде ешқандай шекер жоқ. Бұл слоеный тестіні самса жасасаңыздар да болады, немесе басқа да тағамдарға қолдануға болады. Пешімізді 10-15 минут бұрын қыздырып қойып, 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің рогаликтеріміз дайын болды. Үстіне әдемілік үшін сахарный пудра сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Парақшама шығатын күнделікті рецептерді жіберіп алмас үшін парақшама жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.